Нариман, тура осы салада біздің қаламызда фирмалар көп қой. Бізге басқа бір жарнамалық бағыт ұстау керек. Сенікі де дұрыс. Бірақ қазір пластикалық терезелер орнататын мекемелер бір нәрсені ескермейді. Не ескермейді? Қара. Қазір біреу екі қабатты коттедж тұрғызсын деші. Оған терезе керек. Мекемелер оған міндетті түрде немістің терезесін ұсынады. Солай ғой. Иә. Фурнитурасына дейін немістік қой. Ал қарапайым адам терезенің сапасын болжай алмайды. Міне біз былай істейік. Әрбір клиенттің үйінің қабырғасы неден салынған, төбесі қалай жабылған қарайық, тексерейік. Қаншалық жылу ұстайды? Әңгіме осында. Оның қандай қатысы бар? Сен қызықсың не осы? Үйінің қабырға жылы материалдан салынған адамға қалың терезе не керек бар? Самат, ешкім ақшасы ташып жатқан жоқ. Ешкімді алдамай дейсің ғой. Одан клиентке не пайда? Қалай қандай пайда? Біріншіден үйі жылы болады, екіншіден жоқ дегенде 300 мың теңгесі қалтасында қалады. Қалай идея? Ойлану керек. Сен айтпақшы, ғаламтордағы форумдарды бір қарап шықпадың ба? Қараймыз қазір. Мынаны қара. Осы кәсіппен айналысамыз дегендерге көмектесеміз деп жазып қойыпты. Илья деген біреу. Әкел сөйлесейік. Кел. Айтпақшы, анау түрік фирмасымен келісімге келеміз, Тұр. Сыртқа шығып, таза жүрдік келші. Далада суретте жоқ қой осыны. Бұл оқиға осылай басталған еді. Шартарапты жіпсіз ақ шырмап алған ғаламтордың белгісіз бір нүктесінде бейтаныс екі тағдыр бетпе-бет келуге дайындалып жатты. Ал өз өмірін сұлу қыздардың күлкісімен өлшейтін Нариманның болашағына бейтаныс бір жанның еніп бара жатқанын ол кезде ешкімде болжамаған еді. Сонда не, бәріне тегін көмектесе бересің ба? Иә, тегін. Олай болмайды. Сен ақшасына келісесің, көмектесесің, ал ақшасын мен алам. Далада жатқан идея жоқ, Эльдана. Қош, адамдарға көмегім тисе болды. Ей, айналайын-ау. Робин Гудтың өзі істеген жақсылықтары үшін пайда тапқан. Кім еді әлгі? Атымтай жомарт. Ол да тегін істемеген. Сен қайдан білесің? Ылғи да сабақтан қашып жүретінсің. Өмірдің өзі тәжірибе. Көре берсең, біле бересің. Ал сен қазір кімге көмектесіп жатырсың? Пластик терезелерді сатумен айналысатын бір жігітке. Өзінше болып бизнес жоспарын бермейді. Дұрыс. Мүмкін сен алаяқ шығарсың. Туф, жұмысыңа барсаңшы енді. Мүмкін сіз алаяқ шығарсыз. Айттым ғой. Жібер суретіңді. Әйтпесе сені қайдан білсін? Нариман, кім көрінгенге сене бермеш? Өзіміз істейтін жұмыс қой осы. Білем, бірақ әлгі қыздың суретін көргім келіп тұр. Ой, сенде. Ертең түріктердің цехтарына сағат 3-те барамыз. Жарайды. О, сурет келді. Сурет келді. Қане? Охо, сұлу. Әдем екен, ә? Аха. Жасы қаншада екен? Осыны қыз көрсе болды. Көзі жайнап шыға келеді екен.
Жұмысты ойласай, жұмысты. Бар ше. Енді жұмысты ойламағанда кездесуге шақырады деп пен, сен де бір. Байқа, сұлулық суға батырады деген атам қызық. Атаң қазақ айта береді. Иә, осы бір сурет. Нариманның жүрек түкпіріндегі сөне бастаған шоқты қайта үрлеу жіберген де осы бір сурет еді. Осы бір суретке тереңірек үңілген сайын, ол қыз көзіндегі мұңды анық аңғаратын. Ал оның көздеріндегі бейтаныс әлем Нариманды қол бұлғап шақырып тұрғандай еді. Мынауың кәсіпкер емес, кәмпитке қызыққан бала ғой. Бизнес. Қай жалғызсыз? Қай жалғызсыз? Иә. Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Көмектесіңізші! Көмектесіңізші! Сізге не болды? Иттер! Иттер? Кел отырыңыз. Адамдар ма? Жоқ, иттер қуалады. Тісте бола жаздады. Ешқандай иттер жоқ? Бар, жаңа қуалады мені. Қайда барасыз? Жүріңіз, сіз аялдамаған шығарып салайын. Жоқ, рахмет. Өзім кете беремін. Есіміңіз кім? Менің атым Ғабит. Эльдана. Эльдана, есіміңіз әдемі екен. Сізбен танысуға бола ма? Жаңа ғана таныстық қой. Қай жылғысыз? Қай жалғызсыз? Нариман, тұр, жол шапчу! Осы оята ма? Сен де бір. Сағаттың қоңырауына тұрмастан, ылғи солай оятам. Не жатсым? Кеттік жұмысқа. Ұйқым қанбай қалып, қазір бет оғылын жуып келейін. Түні бойы ұйықтамадың ба сонда? Элядан жауап күттім. Ой, мынау. Адам болмайсың сен. Мен деген жанталасып түріктермен кездесуді ұйымдастырып жүрсем, бұл қызды ойлап жүр. Эля деген жақсы қыз. Бұл шын іштес. Суреті өзінікі ма, басқа біреудікі ма, бір құдай біледі. Өзінікі. Түріктердің келіскені жақсы болды. Келіспей қайда барады? Қазақстанда жұмыс жасағылар келсе, барлығы да келседі. Кеңсе неге қап-қараңғы десем,
Қыздар жетіп тұр екен ғой. Қалайсың, Нариман? Сәлем, Нари. Жақсы, шүкір. Арыстанның апамына өздерің келіп түсіндер ме? Нариман, бүгін клубқа барайықшы? Клубқа? Самат, клубқа бармадық па? Қайдағы клубы? Келісім шартқа отырып алайшы өз. Міне, бастығым осы. Қыздар, ренжімеңдер, басқа жолы барамыз. Нариман, барайықшы. Кешке үйден алып кетші. Сіздермен баратын едім, бірақ жұмыс. Жарайды. Онда ертең кел. Күтеміз. Ладно? Давай. Сенің осы қыдырмаш қыздарың күнде келе бере ме кеңсеге? Қыздар деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді, досым. Сен де. Почтаны чексер. Қазір. Бизнес жоспарын қарап шыққан шығар әлгі. Еле. Келіпті. Жіберіп па? Жіберіп. Нариманның сұлулыққа құмар көңілі екі қызды есіктен ұзатып салғанымен, бар ынтасы компьютердің ішіндегі бір әлемге қарай тарта беретін. Бірақ өзінің бұл ішкі сезімінің тартылыс күшін түсінуге, оның жүрегі әлі дайын емес еді. Мынаған дауа жоқ екен. Оңбаған деп ойлама. Оңбаған деп ойлама. Айта бермеш болды. Бұл тағдыр, Елдана. Өмір өзгереді екен. Сезімді өзгереді екен. Мен сені жақсы көрдім, бірақ қазір. Қалай сонда? Бір жыл бұрын екеуміздің саябақта танысқанымыз, қызықты күндер. Болды. Елдана, ол өтті, кетті. Мен қазір басқа қызды сүйемін, түсінесің бе? Жарайды, мен сенің қасында қалайын дейін. Бірақ бақытты бола алмаймыз ғой. Жүректі қалай алдайсың? Айта бермеш болды. Мен кеттім. Сенімен өткізген күндерім қымбат әрине. Бірақ бұл ауыр шағымды жалғыз қалдырып кетті деп ойлама. Сау бол, Елдана. Эльдана көп ойланатын. Болашағынан қорқатын. Болашақ өмірінің бәрі өзінің қиын жағдайда тастап кеткен Ғабитпен байланысты сияқты көрінетін. Осы бір өткен күндердің ауыр естелігі оның жаңа өмір бастауына
тым үлкен кедергі болатын. Мен жайлы ештеңе де білмейсің ғой сен. Бизнес жоспарға түзетулер енгізіп па? Маркетингтік жобалауды қатырады екен. Мүмкін оғыз жұмысқа барымыз, а? Ейлан ба? Аха. Жақсы ой. Қас сен олайық, содан соң жұмысқа барғасын ақылдасайықшы. Ой. Алдында бекештермен клубқа бармадың ба қайта? Самат, мен олардан шаршадым. Оңға бұрылсам да, солға бұрылсам да сондай қыздар. Не ой жоқ, не мақсат жоқ. Ақыл кірейін деп саған. Ақыл бұрыннан бар ғой. Тек соны дұрыс пайдалану керек. Ал Эля жақсы қыз сияқты. Бұл әлемде жақсы қыздар тұрмыста не бірден есі дұрыс емес. Абайлаш әйтеуір. Олар абайласын. Самат, пластик терезелерді айтам. Үлкен коттеджге орнатсақ, онда 550-600 мың теңгеде пайда көреткенбіз. Ал шығынды есептемегенде, онда 12 айға көбеткенде... Қоя тұрыш. Кеттік 100 жалға болайық. Саламатсыз. Қалым жақсы, өзіңіз? Жақсы, сізбен танысқаннан өте қуаныштымын. Мен де өткендегі жоспар бойынша жұмыс бастадыңыздар ма? Басқа, бірақ пластик терезе сатудың маркетингтік жүйесін қайдан білесіз? Оқыған мамандығым ғой. 21 ғасыр маркетингтік даму жоспарын жасай білетін адамдардікі. Мен де сол. Бауырсағыңызды асықпай жеп алыңыз. Еля, қалай бізбен жұмыс істейсіз бе? Мені жұмыс қаласыз ба? Әрине, сізбен бірге жұмыс жеңілдейтін еді. Қалай келісесіз бе? Мен сіздермен істей алмаймын, ол мүмкін емес. Мен түрім қорқынышты ма? Ұйқым қанбай қалған ғой. Сіз қорықпаңыз, біз жақсы, ақылды жігітпіз. Жоқ, сізді айтып тұрған жоқпын. Басқа жұмыстаспай түсінемін. Еля, сіздің шын есіміңіз кім? Эльдана, сіздің ше? Менікі Наримен, Бэтмен, Супермен деп те айтсаңыз болады. Маған күліп тұрсыз ба? Айтыңызшы, адамдармен скайппен сөйлескенде үнемі бас жағыңызға аяққа кетін заттарды іліп қоясыз ба? Менің білуімше, сіздің үйіңіз шашылып жатыр, е? Жоқ, таптай нақтай, шашылып жатқан үй жек көрем. Еля, сіз өте әдемі қызсыз. Ал скайптағы достығымыз молынан болсын. Сол үшін. Виртуалды әлем байланысқа түсірген екеудің тек әңгімесі ғана емес, жүрегі де жарасым тапқандай еді. Оны күн сайын көбейе бастаған Эльдананың күлкісі мен Нариманның әртүрлі әзілдерінен ақ байқауға болатын. Ал сырттай қараған қай адамның болсын, ол екеуінің бірі үшін бірі жаралған жандар екеніне кепілдік берер даусыз еді. Ал сырғып аққан уақыт болса, олар сөйлескен әр күнді компьютер әлемінің ішінде жылдам айналдырып жатты. Солай де. Аузынан бауырсағы түспейтін балапанмен таныстым де. Оның ұялғанын көрсең ғой. Кездесуге шақырмады ма? Жоқ, сөйлесіп жүргенімізге бірнеше күн ғана болды. Пластик терезелерінен басқа қызықты әңгіме айтам екен өзі? Иә, көңілді жігіт, езуіңді жиғызбайды. Эля, жаным менің, алтын құрбым. Сен өзіңнің қандай бақытты адамның кейпінде отырғаныңды білесің бе? Көрініп тұр ма? Әрине, жаным сол. Сенің соңғы рет қашан шынайы күлкіңді көргенім есімде жоқ. Үнемі осылай күліп жүрші, жарай ма? Аузынан бауырсағы түспейтін балапанға менен сәлем айт, рахмет айт, менің ең әдемі құрбымның көзіндегі мұңды кетіргені үшін. Жарайды, айтайын. Егер кездесуге шақыратын болса, баратын бол. Ұқтың ба?
Білмеймін, Назгүл. Білмеймін. О, жолы болар жігіттің мониторынан сұлу қыз шығады деген осы. Ондай да мақал бар ма? Жаңа ғана шығардым. Негізі мен керемет сөздерімді қойын дәптеріме жазып жүру керек, келе бір осылай айтып қалатыным бар. Күлсеңіз күле беріңіз, 22-ші ғасырда мен сөздерім жатқа оқитын шығар, қайдан білесіз? Нариман, біз енді күнде осылай сөйлесе береміз бе? Әзірше күнде сөйлесеміз, сосын сағат сайын, сосын минут сайын әңгіме айтатын боламыз. Елдана, сіз өзіңіз жайлы айтып беріңізші. Әйтпесе мен аузымды жаппай сөйлей берем. Менің есімім Эльдана. Менің жігітім жоқ. Менің мінезім жаман. Менің аяғым... Болды. Жігітім жоқ деген сөзін қатты ұнады. Ұнады дейсің бе? Иә, сосын әлгі менің аяғым деп айтып жатыр едің ғой. Аяғым... Аяғым ауыр ма? О, Құдай-ай, әзер дегенде бір қызбен кездесуінің 10 аяғы ауыр ма? Нариман, сіз қалай көңіл көтеруді білесіз? Демек, аяғыңыз ауыр емес қой, ә? Жоқ. Қорқып кетіп едім. Бауырсақтан алып отырыңыз. Күндер зырылдап жатты. Екеу сөйлескен әр күн екі есе қысқарғандай еді. Екеу сөйлескен әр күн уақыттан да жылдам болып көрінетін. Тіпті скайптан әр күні Эльдананың күлкісін көру Нариманның жүрегінің бірінші қалауына айналып үлгерген еді. Сен немене ұйықтамағансың? Мысықтарға сағат 10-да ұйықтау керек. Еляны жақсы көресің ба дейсің ба? Иә, маған ұнайды. Еля өте ақылды, білімді, жақсы қыз. Сен өзі ғашық болып көргенсің ба? Сен бірақ тышқанлығынан басқа не білесің? Бұл түн Нариман үшінде, Эльдана үшінде тым ауыр соқты. Бірі виртуалды әлемнің қақпасынан кіре алмаса, бірі өз болашағынан, өз ертеңнен қорқып жатты. Ал бұл сәтте сағыныш аталатын сиқырлы сезім оларды қалай жақындатудың амалын таба алмай шырылдап жатыр еді. Футболдан қашан қайтасың? Кешке? Ой, сол футболды үйден ақ көре салсам болады ғой? Бүгін Қайрат пен Астан ойнайды. Өте қызықты матч болады. Нариман, Элданамен сөйлесіп жүрсің ба? Иә, тек кеше ғана сөйлеспедік. Самат, Элдананы кездесуге шақырсам деп едім. Сен сөйлесіп жүргеніне бірнеше ай болды ғой? Әрине шақырдым. Сен сол Элданамен танысқалы бері үйінде адам сияқты отыратын болғансың. Элдананы кездесуге шақырам. Бірге қыдырамыз. Жақсы билейтін шығар, Қиялданбай, бар енді. Жақсы, мен кетті оған. Сәттілік. Ау, сен маған 2 тал жүректің және 1 тал жүйкен дәрісін қарсың. Енді біз сен деп сөйлесеміз бе? Кеше сөйлеспедік қой, мен әбден уайымдап біттім. Саған хабарласайын десем, телефон номерінде жоқ екен. Элдана, екеуміз кездесіп жүргелі біраз уақыт болды. Мен бір нәрсені түсіндім. Саған хабарласпай қалған күні мен ұйықтай алмайды екенмін. Ол бекер екен. Тыңдашы, мен шын жүректен айтам. Сен кездесуге шақырсам деп ем. Қашан скайппен сөйлесеміз, мейрамханаға барайық, билеп қайтайық. Элдана, жылап тұрсың ба? Осы сөздің ерте ме кеш пе айтылатынын сезгенем. Нариман,
бірақ сен менімен билей алмайсың. Неге танго билейміз, қаланың ең әдемі жерлерінде суретке түсеміз. Екеуміз көпірдің үстіне бірге жарысып жүгіреміз. Болды, Нариман, сен қазір скайппен сөйлесіп отырсың. Сен мені өмірде көрген жоқсың ғой. Егер көрсең, бұлай қиялға берілмеуші едің. Демек кездескің келмеді ғой, ә? Жоқ, тек Нариман, бәрі сен ойлағандай емес. Егер мені көрсең... Егер мені көрсең, егер мені бүйтсең, сөйтсең. Эльдана, мен сені шын жүрегімен көргім келеді, түсінесің бе? Нариман... Жоқ, тұра тұршы. Эльдана, мен сені жақсы көрем. Әрине скайптан айтқым келмей өт, бірақ айтуға тура келіп тұр. Менің өмірімде неше түрлі қыздар болған, бірақ сен сияқты бірде-бір қызды кезіктірмеппін. Болды, Нариман. Ертең саябақта сағат 2-те күтем. Келмесем барлығы түсінікті. Сау бол. Сен мені өмірде көрген жоқсың ғой, Нариман. Бұл виртуалды әлем байланыстырған екі жүректің шыдамының шегі болатын. Махаббат аталатын сиқырлы күштің араға күндер салып жүріп табыстырған зор еңбегі болатын. Бәрінің нүктесі де осы кездесу еді. Тіпті не дерімді де білмеймін. Ал айтшы, енді не істеймін? Кездесуге барасың. Мүмкін бұл сенің бақытың шығар. Бақыт? Қайдағы бақыт, Назгүл? Бақыт менен баяғыда-ақ бас тартқан. Олай демеші, сен әдемісің, көріктісің, ақылды қызсың ғой. Одан не пайда? Менің көркім мен ақылымнан қандай пайда, а? Жыламашы болды. Ол да мені тастап кетеді. Ғабит сияқты тастап кетеді. Неге тағдыр мені ғана жылатады, Назгүл, неге? Болды жаным, қойшы. Мен сенің қасындамын ғой. Одан да айырылып қалғым келмейді, Назгүл. Az қалды, Нариман. Az қалды. Az қалды. Қалайсың? Эльдана. Иә, сен күткен Эльдана. Сен сүйемін деген Эльдана. Эльдана, сен неге? Сенің қиялыңдағы қыз болмай шықтың ба? Жүректі емес, ақылды тыңдау керек еді, Нариман. Эльдана, Мен бәрін түсіндім. Сен де мені түсінген шығарсың. Мен бәрін сенің көзіңнен оқып тұрмын. Енді бөгелме. Бара бер, Нариман. Бара бер. Өмірімде кездескенің үшін рахмет. Менің есімім Эльна. Менің жігітім жоқ. Есімім жаман. Эльдана, маған сен арбада отырған маңызды емес. Эльдана, маған сен керексің. Қас қағым сәттің өзінде өз ойымен он арпалысып үлгерген Нариманның жүрегі ойланып барып өз таңдауын жасаған еді. Ол арманы арзан сұлулардан көрі мақсаты махаббатқа толы бір жанды лайық көргенді. Көк аспанды шыр айнала, оларға қарай ұшып келе жатқан бақыт құсына бұл жолы ешкімде бөгет бола алмасы анық еді. Себебі шынайы махаббаттың ешқашанда сыртқы сұлулықты қажет етпейтіні мынау сұлу да маңғаз дүниеге әбден түсінікті болатын.